Сутек пен периодтық кестенің бірінші тобында орналасқан металдардың валенттілігі әрқашан бірге тең. Бұл топтың металдары жалпы формуласы металл плюс болатын катиондар түседі. Периодтық кестенің екінші тобындағы металдардың валенттілігі әрдайым екіге тең. Бұл топтың металдары негізінде жалпы формуласы металл 2 плюс болатын катиондар түседі. Бейметалдардың валенттілігі тұрақты электронды конфигурацияға жету үшін өздерінің сыртқы қабатына қосып алу қажет электрондар санына тең. Мысалы, фтор 17-ші топта орналасқан элемент, сондықтан оның сыртқы электронды қабатында 7 электрон бар. Демек, бұл қабатты толтыру үшін фторға 1 электрон қажет, яғни фтордың валенттілігі 1-ге тең. Оттек өз кезегінде 16-шы топтың элементі, оның 6 валенттік электроны бар. Оттек атомына сыртқы электронды қабатын толық октетке дейін толтыру үшін 2 электрон қажет. Демек, оттектің валенттілігі 2-ге тең. Дәл осы қағида бойынша азоттың валенттілігі 3-ке, көміртектің валенттілігі 4-ке тең екендігін анықтаймыз. Дегенмен, бұл элементтердің валенттіліктері химиялық қосылыс түзуде қандай элементтермен және олармен қалай әрекеттесетініне байланысты өзгеріп отырады. Асыл газдардың валенттілігі әдетте 0-ге тең деп алынады. Себебі олардың көпшілігі химиялық қосылыс түзбейді. Мысал ретінде, сутек пен оттектен тұратын қосылысты алып, оның формуласын анықтап көрейік. Сутектің валенттілігі 1-ге тең, ал оттектің валенттілігі 2-ге тең. Осы мәндерді оттек пен сутек таңбаларының жоғарғы жағына жазамыз. Содан соң, олардың орындарын алмастырамыз да, сәйкес элемент таңбасынан кейін индекс ретінде жазамыз. Индексте бір саны жазылмайды деп келісілген. Фосфор мен сутектен тұратын басқа қосылыстың формуласын анықтайық. Әрбір элементтің валенттілігін сәйкес элемент таңбасының жоғарғы жағына жазамыз. Содан соң, олардың орындарын алмастырамыз да, сәйкес элемент таңбасынан кейін индекс ретінде жазамыз. Осылайша, қосылыстың қорытқы формуласын алдық. Енді оттек пен магнийден тұратын басқа қосылыстың формуласын анықтап көрейік. Магний мен оттектің таңбаларын жазамыз. Егер берілген қосылыс металл мен бейметалдан тұрса, металл таңбасы әрқашан бірінші жазылатындығын айта кеткен жөн. Периодтық кестеден осы элементтердің валенттіліктерін анықтаймыз. Анықталған мәндерді сәйкес элемент таңбаларының жоғарғы жағына жазамыз. Содан соң, олардың орындарын алмастырып, сәйкес элемент таңбаларынан кейін индекс ретінде жазамыз. Егер атомдар санын көрсететін индекстер бірдей болса, оларды жазбайды. Осылайша, біз магний оксидінің формуласын анықтадық.